Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша етістіктің шақтарына тоқталатын боламыз. Оқу мақсаттары: етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Тірек сөздерді қолданып, белгілі бір стильде мақала, мінездеме жазу. Бағалау критерийлері: бірінші, тірек сөздерді қолданып, белгілі бір стильде мақала, мінездеме жазады. Екінші, етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолданады. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы болады. Олар: осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Мысалы, осы шақ ұшқалы тұр, өткен шақ ұшырылды, келер шақ ұшырады. Балалар, жаңа тақырыпқа байланысты видеоға назар аударайық. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі. Онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 шаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 шаққа? Шақ – уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 шақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Балалар, алдымен өткен шаққа тоқталып өтейік. Өткен шақ д, д, т, т, ып, үп, п, қан, кен, ған, ген, атын, етін жұрнақтары және еді, екен көмекші сөздері арқылы жасалады. Өткен шақтағы етістік сөйлеп тұрған уақыттан бұрын болған және аяқталған іс-қимылды білдіреді. Мысалы, мен жаздым, ол жазған екен. Бірінші мәтінге назар аударыңыздар. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1957 жылы 4 қазанда ашылды.
Бұл күні бұрынғы Кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Қарамен жазылған сөздерге назар аударыңыздар. Не істеген? Тырысқан. Қан жұрнағы арқылы жасалып, өткен шақты білдіріп тұр. Не істеді? Ашылды. Д жұрнағы арқылы жасалып, өткен шақты білдіреді. Не істеді? Ұшырылды. Д жұрнағы арқылы жасалып, өткен шақты білдіреді. Осы шақ ып, әп, п жұрнақтары және отыр, тұр, жүр, жатыр көмекші сөздері арқылы жасалады. Осы шақтағы етістік сөйлеп тұрған уақытта болып жатқан, немесе үнемі болатын іс-қимылды білдіреді. Мысалы, мен хат жазып отырмын. Өлең жолдарына назар аударыңыздар. Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін, аспан мен жерді жалғаған, шарықта көкте өлеңім. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім, еңсесі биік ақ орда, еңкейіп кіріп келемін. Бүбішхан Тікебаева. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аударыңыздар. Осы шақ ып, әп, п жұрнақтары арқылы жасалып тұр. Келер шақ а, е, и, мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек, ш, ші жұрнақтары және еді, емес көмекші сөздері арқылы жасалады. Келер шақтағы етістік сөйлеп тұрған уақыттан кейін болатын іс-қимылды білдіреді. Мысалы, ол қалаға бармақшы. Үшінші мәтінге назар аударыңыздар. Әли шығармасын мұғалімге оқып берді. Мен болашақта ғарышкер болуды армандаймын. Ғарыш әлемін зерттегім келеді. Мен ғарышкер болу үшін көп оқып еңбектенемін. Шетелге оқуға бармақшымын. Оқуымды аяқтап, еліме қызмет етпекшімін. Қарамен жазылған сөздерге назар аударыңыздар. Армандаймын. И жұрнағы арқылы жасалып, келер шақты білдіреді. Зерттегім келеді. Е жұрнағы арқылы жасалып, келер шақты білдіреді. Еңбектенемін. Е жұрнағы арқылы жасалып тұр. Бармақшымын. Мақ жұрнағы арқылы жасалып, келер шақты білдіріп тұр. Қызмет етпекшімін. Пек жұрнағы арқылы жасалып, келер шақты білдіреді. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді қатесіз жазып, етістіктерді тап, етістіктерді кестеге бөліп жаз. Жерді қоршаған бүкіл дүние ғарыш деп аталады. Ерте заманнан бастап, ғалымдар ғарышты зерттеп отырды. Ғарышқа тіршілік иелерін ұшыра бастаған. Бұл тапсырма бойынша дескриптор сөйлемдерді қатесіз жазады. Етістіктерді шақтарына қарай ажыратады. Екінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала жаз. Берілген тірек сөздер: Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, Союз ТМ-13 ғарыш кемесі, Талғат Мұсабаев, ғарышта 3 рет болу, Айдын Айымбетов. Бұл тапсырма бойынша дескриптор тақырыпқа сәйкес мақала жазады. Тірек сөздерді орынды қолданады. Мақала жазу стилін сақтайды. Тапсырмаларды орындау барысында осы сілтемелерге өтіп, етістіктің шақтары тақырыбын қайталауыңызға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.